сізде шыға тұрыңыздар деді Асылжан мен кімге? Динара апайға, психологқа. Олар шығып кетті. Директор тұрды да маған былай айтты: Нұрдәулет, мынаның бәрі өтірік деп айт. Сонда ғана сені шаңыраққа келгеннен кейін лидер қыламын, анау мынау бір нәрсе. Сосын маған типа былай айтты: Нұрдәулет, мен саған 3 күн батут, 3 күн кафе, ресторан, бүкіл жерге апарамын, новый телефон алып беремін, новый киімдер алып беремін. Мынаның бәрі өтірік деп айт деп мені өзіне сатып алғысы келген болды. Сосын мен айттым: жоқ, мынаның бәрі шындық. Просто білесіздер ма, мына видеоны сіздер көріп отырсаңыздар, мен осы шаңырақта әділдік орнағанын қалаймын. Каждый баланың қиналғанын қаламаймын мен бүйтіп. Себебі мен көрген қорлықты олардың көргенін қаламаймын. Мысалы, мен ұрып-соғып, унитаздың суын ішкізіп, басымды унитазға тықса, ал басқа балалар ертең өсіп келе жатқан балаларға қандай тәрбие өнеге болады деймін да, маған сол қысып тұр. Ертең мен көрген қорлықты, мысалы, менің балам болады, менің балам тоже сондай жерге түседі.